Қазір мынадай зәулім тұрғын үйлер жылдам салынып жатыр. Тезірек кілтін алып қол ұстану үлкен қуаныш. Десе де табиғи апат болған жағдайда бұл ғимараттар төтеп бере ала ма? Әсіресе сейсмикалық аймақтағы нысандар қалай салынуға тиіс? Бірге білейік. Мамандардың айтуынша ел территориясының 43% сейсмикалық аймаққа жатады. Бұл негізінен Алматы, Шымкент қалалары және Алматы, Жетісу, Жамбыл, Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстары. Сондай-ақ тізімге Қызылорда, Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау, Ұлытау, Батыс Қазақстан облыстарының кей өңірлері еніп отыр. Оңтүстікте 7-8 балл, мынау шығыста 7-8, кейбір таулы аймақтарда 9 баллға дейін барады. Алматы облысында тура сондай, 7-8 балл, таулы аймақтарда 9 баллға барады. Сейсмикалық аймақтарға салынатын ғимараттарға қойылатын талап қатаң. Әсіресе бірнеше қабатты нысандар мұқият тексеріледі. Қазір жер дүмпуі жиі тіркелетін Жапонияның зәулім үйлерінің беріктігі жайлы жиі айтылып жүр. Десе де мұндай технологияны ең алғаш қазақ ғалымы Төлеубай Жүнісов қолданған. Біздің Алматы қаласында 30-дан аса ғимарат салынған сондай. Тұрғын үйлер салынған. Осы жаңағы іргетас, оқшаулағыш іргетасы бар ғимараттардың ішінде кинематикалық іргетасы бар. Сосын жаңағы тарапласты, жылжығыш, оқшаулағышы бар ғимараттар салынған. Сол жұмыстардың бәрі Төлеубай Жүнісовтың қарамағында өтіп, 80-ші жылдары зерттеу жұмыстарын жүргізген. Мысалы, Алматыдағы Қазақстан қонақ үйінің құрылысын Төлеубай Жүнісов басқарған ғылыми зерттеу институты жіті қадағалаған. Өйткені бұған дейін өңірде тым биік нысандарды салу тәжірибесі болмаған. Сейсмикалық аймақтардағы талап солай, қауіпсіздік басты шарт. Мысалы, 25 қабатты жаңа қонақ үйін салғанда, соның үстіне әдейі жабдық жасап, соның үстіне қондырып, 25 қабатты жаңағы монолитпен құйылған қонақ үйдің үстінен шайқады ғой. 10 балға дейін жеткізіп. Жарық, не болса басқа өзгерістер, не болса басқа деформациялар байқалмады. Ол енді нағыз ең бірінші дәлел болды. Тың тәжірибе құрылысшыларға жаңа мүмкіндіктер берді. Нәтижесінде Алматыда 30 қабаттық биік ғимараттар тұрғызыла бастады. Оған қазақ ғалымының сейсмикаға төзімді нысандарды салуға арналған жобалары арқау болды. Қазір шетелдік жобалаушылар көп қабатты ғимараттарды салудың түрлі тәсілін қолданады. Оған заманауи технологиялардың арқасында мүмкіндік көп. Мысалы, астына бағы подшипник сияқты, мынау мысалы, асты қозғалса, здание жаңа үстінде, жаңа ғимарат үстінде, мұнай бағытта болсын, орында тұрады. Мысалы, жер кетеді, ғимарат тұрады, мысалы. Ол неше түрлі әдістері бар. 100 қабатты үйлер салынып жатыр ғой, ғимараттар. Оған арнаулы демпфер деген қондырғылар бар. Ғимарат шайқалғанда мұндай қондырғы оның бір жағына ауып кетпеуін қамтамасыз етеді. Яғни қарама-қарсы жаққа тартып тепе-теңдікті сақтайды. Осының арқасында көп қабатты үйлер жер қыртысы қалай қозғалса да тек тербеліп қана тұрады. Еліміз тәуелсіздік алғалы сейсмикаға төзімді құрылыс нормалары 4 рет өзгерген. Өйткені әлемде болған жойқын жер сілкіністеріне қарап, біз де сабақ аламыз дейді сала мамандары. Сондықтан көп қабатты тұрғын үйлерді салу барысында табиғи апатқа төтеп беретін түрлі тәсіл қолданылып жүр. Үй көтерілген сайын төменгі қабаттарға нагрузка түседі дейді, ауыртпашылық түседі. Сол ауыртпашылықты өзіне қабылдау үшін біз армопояс қоямыз әр 3 этаж сайын. Ол жаңағы сейсмикалық апаттардан қорғайды. Ол негізгі армопояс сыртқы қабырғаны жағалап өтеді, жағалап құйылады. Сосын кейін үйдің жаңағы құлау барысы деген сияқты мәселелерге қатты көмек ұстайды. Үй тербелсе де, үй жантайып атса да, ол жаңағы армопояс соның барлығын ұстап тұрады. Ол жерде тасты мекенде орналасқан. Сондықтан қаба бұл 3-4 метрге дейін ғана қағылған, одан кейін үйдің іргетасы кетеді, 700 мм. Оның үстіне жаңағы сейсмикалық белдемелермен қапталған, ол үйдің нық тұруы үшін көмектеседі. Құрылыс нысанында қауіпсіздік шаралары қатаң сақталуға тиіс. Егер ереже ескерілмей, адам өміріне қауіп төнсе, қылмыстық кодекстің 277 бабы бойынша іс қозғалады. Егерде адамға денсаулығына орташа жарақат келтірілсе,
немесе ауыр жарақат келтірілген жағдайда 3 жылға дейін мерзімде құрылыс жұмыстарын жүргізу құқығынан айыра отырып 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуға, 600 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартуға, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан шектеуге немесе айыру жазасы қарастырылған. Ал қауіпсіздік шараларының сақталмауы салдарынан адам жазым болса заңға таң. Жауаптылар 6 жылға дейін қамалады. Сондай-ақ 3 жыл құрылыс жұмыстарын жүргізу құқығынан айыру қарастырылған. Ал осы оқиғада бірнеше адам жапа шексе, кінәлілер 8 жылға дейін сотталуы мүмкін.